Бір жасағаннан 5 түрлі пицца жасап отбасыңызды таңғалдырыңыздар. Ерекше дәмді, керемет болып шығатын бұл рецепті сізде жасап отбасы мүшелеріңізді қуантып көріңіздер. Жасалуы өте оңай. Алдымен суымызды алып, оның үстіне бір шай қасық ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырып, тұзымыз бен секерімізді қосып тағы да араластыратын боламыз. Осының үстіне електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Осылай еленіп жатырған кезде зәйтүн майын қосып жіберуді ұмытпаңыздар. Бұл жерде зәйтүн майы өте маңызды. Сіздің пиццаңыз дәмді болып шықсын, ерекше болсын десеңіз, осы майды қосуға кеңес беремін. Егер ол жоқ болса, кәдімгі үйдегі сұйық майды қолдансаңыз да болады. Қалған ұнымыздың барлығын салып, біз қамырымызды илейтін боламыз. Пиццериядағыдай өте дәмді болып шығу үшін осы зәйтүн майын қосу өте маңызды. Сондықтан осы зәйтүн майын қолдануға кеңес беремін. Сол кезде сіздің пиццаңыз өте дәмді, ерекше болып шығады. Енді осы иленген қамырымызды жарты сағатқа бөлме температурасына қалдырамыз. Беті ешқандай да кеуіп кетпеу қажет. Пищевой пленка салуды ұмытпаңыздар. Мінекей жарты сағат уақыт өтті. Енді осы қамырымыздың барлығын өлшеп 1/5 бөлікке бөлетін боламыз. Менде әрқайсысы 224 граммнан болды. Осы граммдарды бөліп, кішкентай зуалаларды жасап қоятын боламын. Дайындап алған зуаламыздың әрқайсысын жақсылап дөп-дөңгелек етіп, зуала жасауға кеңес беремін. Бізге жайған кезде қисық жаңағы біркелкі жайылу үшін осы дөңгелек қалпын сақтағаны жөн. Және де зәйтүн майына барлық жерін зуаламыздың майлап алатын боламыз. Пищевой пленкамен орап, бөлме температурасында тағы да 10-15 минут қалдырамыз. Барлығын санағанда 45 минуттай кетеді қамырдың дайын болуына. Содан кейін шетінен алып пиццамызды пісіре беретін боламыз. Пиццаны осындай пергамент қағазына жаятын боламын. Егер сіздерде болмаса, кәдімгідей жая берсеңіздер болады. Пиццаның қамыры өте керемет болып шығады. Жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын, эластичный деп айтамыз ғой, өте сондай керемет қамыр болып шығады. Шетін осындай әдемілік үшін өріп шықсаңыздар да болады, видеода көрсетілгендей етіп, немесе солай қалдырсаңыздар да болады, өз қалауыңыз. Мінекей осылай дайындап алдық. Енді мен бұл жерде алдын ала осылай соусты дайындап қойған болатынмын. Бұл соусты 3-4 қасықтан салсаңыздар жеткілікті. Бұл пиццаның нағыз соусы. Келесі видеоларымда көрсететін боламын. Описание бөліміне соустың құрамдарын толық қалдыратын боламын. Яғни блендермен езіп алып, табамызда осылай қайнатып алсаңыздар, керемет пиццаның соусы дайын болады. Айналасына осындай етіп сырды бірінші жұқалап жайып аламын, себебі қамыр пісу барысында көтеріліп өз формасын жоғалтпау үшін. Салмасына келетін болсақ, 5 түрлі пицца болғандықтан сіз салмасына әр түрлі нәрсені қолдана аласыздар, өз қалауыңыз бойынша. Бұл жерде мен қызанақ, шұжық, сосиска деп айтамыз, тұздалған қияр, соларды пайдаланып жатырмын. Бір жасағаннан молынан шығатын бұл рецепт барлығына бірдей ұнайды. Кез келген пеште 5-7 минут аралығында пісіп шығатын болады. Осындай етіп пешімізге жіберетін боламыз. Екінші қамырымызды жаямыз. Мінекей дастарханға да жабыспайды, қолға да ешқайда жабыспайтын керемет қамыр. Осылай жайып алғаннан кейін астына міндетті түрде пергамент қағазын төсемін, себебі пешке формаға салмай пісіретін болғандықтан осылай пісіріп алатын боламын. Айналасын өз қалауыңыз бойынша қалдырсаңыздар болады, немесе әсемдік үшін шетін өріп шықсаңыздар да болады. Бір жасағаннан ұнайды, міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Әсіресе балдарыңыздың туылған күні болатын болса, пиццаны сатып алмай-ақ үйден осылай жасап берсеңіздер, 5 пиццаны молынан рахаттанып жейтін болады.
Екінші пицца бұл жерде қызанақпен болды. Бетіне ірімшіктерімізді салып жайып шығамыз. Бірінші пиццамыз пісем дегенше, мінекей екіншісі дайын. Біздің алғашқы пиццамыз мінекей пісті. Өте керемет, иісі бұрқырап. Осы рецепт бойынша бір жасасаңыз, басқа рецепті қолданғыңыз келмей қалады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Дәл солай 5-7 минут аралығында екінші пиццамызды, үшіншісін дәл барлығын пісіріп алатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша салмасын өзгерте берсеңіздер болады. Үшіншісінде менде осындай сосиска болды, тұздалған қиярмен бірге. Өте дәмді әрі тойымды, керемет болып шығады. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де өз достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Себебі менің бұл рецептім біреуге ұнап, кәдесіне жарап жатырса, өте қуанышты боламын. Сондықтан достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мінекей біздің алғашқы 3 пиццамыз дайын. Бұны пісіріп балдарыма сылай беріп алдым да, қалған 2 зуала қамырымды холодильникке 1 сағатқа салып қоямын. Себебі жолдасымның келу уақытын әлі бар. Оғанда ысылай жасап бергім келгендіктен холодильникке салып қойдым. Дәмі енді сөз жоқ, керемет, балдарыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Сондай нәзік, жұқа, керемет болып шығады. Мінекей қалған 2 бөлігін осылай дайындап қойдым. Ысылай ұсынсаңыздар өте керемет. Сіздермен болған Замира. Арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.